Ресейлік Спутник V вакцинасының омикрон коронавирус штаммына қарсы тиімділігі Pfizer препаратына қарағанда жоғары екені анықталды. Бұл туралы Италиядағы Лазара Спалансани ұлттық жұқпалы аурулар институтының ғалымдары Ресей Гамалея орталығының әріптестерімен бірге мәлімдеді. Мамандар иммундаудың курсынан өткен 51 адамға 3-6 ай өткен соң сынама арқылы антиденелер деңгейін анықтаған. Нәтижесінде 2 дозамен егілген Спутник V арқылы қалыптасатын антиденелер Pfizer мен вакцинацияланғандарға қарағанда омикронға төзімді екенін көрсетті. Спутник V вакцинасы омикрон штаммына вирусты бейтараптандыратын антиденелердің титрін Pfizer вакцинасының 2 инъекциясымен салыстырғанда 2 есе жоғары екенін көрсетті, делінген хабарламада. Сонымен Спутник V вакцинасын салдырған зерттеуге қатысушылардың 74,2% ғана омикрон штаммын бейтараптандырды. Pfizer препаратында бұл көрсеткіш 56,9%-ды құрады. Бұл ретте ерекше G антиденелердің ең жоғары көрсеткіштері бар үлгілерді іріктеу кезінде омикронда бейтараптандыратын антиденелер Pfizer вакцинасымен егілгендердің 83,3%-мен салыстырғанда Спутник V мен вакцинацияланғандардың 100%-ында тіркелді.